4 баланың анасы, сүйікті жар. Жолдасым өзі музыкант, әнші. Сол кісінің той бағытындағы қазіргі уақытта бизнес қой бұл енді. Кейтеринг деп аталады. Ресторан у вас дома. Сіздердің үйлеріңізде ресторан келді деген сияқты. Кәдімгі ресторан бағытын үйге алып келдік мысалға. Дәл қазіргі уақытта енді шамамен 1 миллионнан астам ақша. Енді өзіңе байланысты. Негізгі мамандығым налоговый іс оқыдық та, дипломды алдық, қалды ол енді. Одан кейін осы хореограф биші деген тоже дипломымыз бар, оқығанбыз. Жолдасым үйленердің алдында айтатын, Дом культурада екеуміз гастрольдік сапарда жүретінбіз. Содан кейін маған тұрмысқа шықсаң, сен биші боласың, мен әнші боламын, бірге жүреміз деп айтатын. Ол енді біздің қазақтың менталитеті. Үйленгеннен кейін жар деген үйде отыру керек, бала күтіміменен сонымен қалды ол бос арман болып биші деген. Қазір енді қарап тұрсаңыз фигурада ұқсамайды. Нағыз аспаздың фигурасы болды. Содан кейін маған үлкен апайым ақыл айтып, аспазды оқып ал, осындай курс бар, оқып алсаң, мемлекет саған стипендия төлейді. Несін оқып алсаң, ертең жемісін жейсің. Сонымен не керек? Сол кісінің ақылын тыңдап, оқып алған жайымыз бар. Осы Астанаға келгеннен бастап, мен ресторандарда, нелерде жұмыс жасай бастадым. Осы карантиннің себебі бізге несі көп болды да. Иә, табыс жаққа. Бірдеңеге, не дейді анау, барлық жабық, ештеңе жоқ, ақша табу керек. Енді мен үйден отырып, ораза кездерінде үйден отырып жасай бастадым. Одан кейін бұны кеңейтуге көштім. Қыздарды оқытып, мысалға, қасымда міне команда жинай бастадым. Бұл деген енді біреудің тойы, жақсылығы, жауапкершілік өте зор бұл жерде. Сіз ойлаңызшы, бір тамағын я болмаса күйдіріп алсаң, я болмаса оның дәмін келтіре алмасаң, қаншама халық жейді ғой оны. Сондықтан жауапкершілігі өте зор мамандық бұл енді. Мен мысалға үйде отырған қаншайымдарға айтар едім, үйде отырып қалып, баланы күтіп қалдым деп депрессияға етіп, бір андай өздеріңізді не істемеңіздер. Қазір торт пісіріп білдіңіз ба, самса пісірдіңіз ба, блинчик пісірдіңіз ба, оның бәрі ақша. Ақшаға айналдыруға, табысқа айналдыруға. Тек қана өздеріңіз үйде жеп қоймай, оны қазір әлеуметтік желі өте дамыған ғой. Әлеуметтік желіге жақсылап суретке түсіріп, оны сенімді қылып, сіздерден бір-екі адам жеп көрсе, оның дәмін жақсы деп айтса сіздерге мысалға. Мысалға, мен 24 сағат болды қазіргі, бүгінгі дәл сәтінде 24 сағат болды, мен дәл үстіп тамақ пісіріп жатқаныма. Мен түрімде енді қарап тұрсыз ба, мен шаршап, ұйқым келіп тұрғаннан. Мен не дейді, жақсы, енді бұл жерде табыс қой бір жағынан. Сені қанаттандырып тұратын, ақшасы көбірек болған сайын, көбірек жұмыс жасағың келеді, көбірек ақша тапқың келеді деген сияқты. Сондықтан 24 сағат болды, ұйқысыз жұмыс жасап жатқаныма. Әрине бұл тамақ жасағаннан кейін, халықтың алдында жүргеннен кейін, міндетті түрде ой мақсатыңды, арман мақсатыңды жүзеге асырғымыз келеді. Танымал, өзіңнің, не дейді, авторский дейді ғой, осы. Мен үнемі айтатыным ұлттық тағам. Өзіміздің ұлттық тағам, көп желінбейтін тағамдарды өте құнарлы ғой біздің тамақтар. Біздің денсаулығымыз мықты болып, ешқандай ауырмай, сырқамай өскеніміздің өзі, осы біздің ұлттық тағам, біздің қазақтың ұлттық тағамдары. Сол ұлттық тағамдарды жаңғырту мақсатында осы европейский стильге салынып, кішкене жаңалап, солай жасау мақсатым. 24 сағат бойы жұмыс жасайтын, алдыңда очередь тұратындай, сондай қалде болсақ қой деп, сондай армандаймын, иә.